Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қазақ тілінде сөйлесуді мәдениетсіздікке бағалаған Шоко Family компаниясының негізін қалаушы Рамиль Мухаряповтың Ресейді қолдаған пікірі табылды деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Шок Телеграм арнасында Рамиль Мухаряповтың желі қолданушыларына Путинді мақтап, Ресейді қолдайтыны туралы пікірі жарияланды. Ресей үшін Путин супер красавчик. Ресей адамдар мен мүмкіндіктер үшін керемет ел. Мен сонда 8 жыл тұрдым, білемін, бірақ кейбір адамдар бәрін құртады. Мен Ресейден мүлде қорықпаймын. Ертең елімізде қандайда бір ислам радикалдары соғыс ұйымдастырса, олар Ресейдің барына қуанар еді. Өйткені ертең елден шығарамыз десе, екі жақты жою қажет. Бірақ кейбір исламшылдарды немесе қытайларды жою өте қиын болады деп пікір білдірген. Еске салайық, Шоко Family компаниясының негізін қалаушы Рамиль Мухаряпов қазақ тілінде сөйлесуді мәдениетсіздік деп санаған видеосы тарап кеткен болатын. Содан кейін қазақстандықтар Шоко өнімдері мен қызметтеріне бойкот жариялады. Кейін Рамиль Мухаряпов халықтан кешірім сұрады.